Ассалаумалейкум, баспана каналының көрермендері. Бүгін бізде тағы бір үй. Наурызбай ауданында орналасқан микрорайон Қарғалы. Мына екі қабатты үйді сіздермен таныстырамын. Арал көшесінде орналасқан 55/2. Көшесі жарықтандырылған, асфальт қойылған, бірақ қазір өтіліп кетіпті. Көшесімен таныстырайын. Үймен таныстырмай тұрып, достар, алдын ала менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Өткізіп алмас үшін біз әрі бұндай үйлерді сіздермен таныстыра береміз. Каналға тіркеліп, комментарий жазып тұрыңыздар. Қазақша контент осылай көбейе берсін. Үйге кірген бойда мына жағында бақтар, свет, мынау 3 фазалық. Жердің көлемі 10 сотық, ал үйдің көлемі 150 квадрат. Толық брусчат қыланған, есігінің алдын бәрі. Үй аумағы қоршалған. Мына жағы шифермен. Мына алма бақтары тұр. Газон. Үйден қараған кезде тау көрінеді. Керемет. Және бұл жерде слив бар екен. Әрі канализация келмеген. Лестницамен былай көтерілген кезде үйдің сыртымен сіздерді таныстырып өтейін. Мына жағында топка. Мына жағында топка. Және кухня. Үйден де кірсеңіз болады. Қазір үй жақтан кіргенбіз. Мына көршісінің үйі. Үймен сыртымен таныстырып өтейін. Үй қызыл кірпішпен соғылған. Пластикалық терезе. Топкасының терезесі. Үйді 2001 жылы биыл салып бітірген толықтай. Мансардный 2 қабатты. Әлі жасамай жатыр екен. Даласының туалеті. Светімен. Үйдің ауласын көрдіңіздер. Механизм брусчат қылынған. Және қазір үйге көрсетемін. Есігі темір есіктен. Бір терезе, жарық терезе. Және үйге кірген бетте мына жағында сразу екінші этажға көтерілетін лестницасы бар. Үйге кірген кезде мына жағында жарықтау. Потолок 2,91 гипсокартонмен 3 болады. Мына жағында кухня, жаңа ескерткендей. Мына жағында топкасы. Осы жағында кухнясы бар, ар жағында жаңа далаға шығатын есігі. Мына жағында екінші этажға лестница. Және мына жағында зал. Залға кірген кезде залы люстрасымен. Полы паркет болу керек. Әзірше паркет салынбай тұр. Және залдан шыққан кезде, мына жағына кірген кезде
былай кірген кезде санузел, кір машинасы, мына жағында душевой бар. Содан солға бұрылған кезде мына жағында спальня бар. Төбесі потолок гипсокартон. Пол линолеум. Бұл жерге де паркет салмайын деген, бірақ асығыс болғандықтан үй срочно сату керек. Сол себептен мынаның бәрі қалынды. Мына жағына қарай өткен кезде мына жағында да бір спальня бар. Парабойлары алюминиевый, газдалған барлық. Сіздерді екінші қабатпен таныстырайын. Екінші қабат. Мына жағы әлі толық жасалмай жатыр. Биыл 2001 жылы салып бітіп, астында тұрып жатқан. Төбесі натяжной потолок. Мына жағында балконы бар. Таудың көрінісі. Мына жағында отыратын холл деп есептеледі. Мына жағында бір спальня бар. Бұл да натяжной потолок төбесі. Обойланған паркет. Паркет қою керек енді. Қалған бәрі дайын тұр. 90% төбесі дайын тұр. Мына жағында детский. Пол қойылмаған. Және терезеден көріністі таныстырайын. Және мына жақтың көрінісін таныстырайын сіздерге терезеден. Мына жағын көршінің көрінісі. Коттеджный городок Таубен деп аталады.